Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай витаминге толы, керемет, пайдалы салат дайындайтын боламыз. Небәрі 3 қана заттан дайындалатын салаттардың бірі. Менімен бірге болып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз осылай қызылшамызды алдына пісіріп аламыз. Мен пісіріп дайындап алдым. Енді осы қызылшамызды осындай түркіден өткізіп алатын боламыз. Өзіңізде бар түркіден өткізсеңіздер болады. Мен осындай корейский морковты өткізетін түркіден өткіздім. Әдемілеп. Мұны жақсылап өткізіп алдық. Ендігі осындай консервадағы дайын дүкендегі жүгеріні алдым. Осының үстіне қосамыз. Және де петрушка қолданатын боламыз. Қалауыңызша укроп қоссаңыздар да болады. Енді осы петрушкамызды жақсылап, уақтап, ұсақтап турап алатын боламыз. Өте дәмді салат болып шығады. Міндетті жасап көріңіздер. Осылай барлығын турап салып аламыз. Салаттарымыздың үстіне қосып. Және де осындай бір дана шағын сарымсағымызды осылай түркіден өткізіп алатын боламыз. Барлығын жақсылап осылай өткізіп аламыз. Осылай сарымсағымызды өткізіп алдық. Ендігі дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Сіздер өзіңіздің дәміңізіне қарай бұрыш қоссаңыздар да болады, қара бұрыш. Ендігі осылай зайтын майын құятын боламыз. 1-2 ас қасық. Мына осылай зайтын майымызды құйып аламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Өте керемет дәмді, дәруменге бай салатымыз дайын болды. Осылай әсемдеп тарелкамызға барлығын жақсылап салып аламыз. Қонақ келгенде де дастарханға қойсаңыздар, өте дастарханыңызды керемет болып ашып тұрады. Осылай әсемдеп, әрлеп, әдемілеп, керемет қылып ұсынатын боламыз. Достар, міндетті жасап көріңіздер. Сіздерге қолыңызға шығатынына сенімдімін. Және де арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Баршаңызға да рахмет. Келесі видеода кездескенше ас болсын.